кеше енді мына жерде бір кішкене бір келеңсіз жағдайлар орын алып қалды ғой, ашу болды деген сияқты. Бірақ соның өзінде ешқандай артық сөз айтпай, барлығына түсіністікпен қарап, мен сонысына өте қатты риза болдым. Бұл жердегі ситуация барлығын түсініп тұр. Және де енді өте сондай ашық бала екен. Тоқтамай сөйледі. Енді кешелі бері менің настроением болмады. Бұл кісі енді бір көп уақыт осы кісінің сөзін тыңдаумен болдым. Бірақ енді өзі жайлы айтып, менен де арасында сұрап қояды дегендей, жалпы қызығушылығымыз бір, өнер жайлы, той жайлы деген секілді. Алматыға енді келіп жатыр екен, соның барлығын енді білдім. Сондай бір болады ғой, бір таза, бір балалығы, бір басымдау балама дегенде ой кеп қалды. Сондай жалпы барып әңгімелесіп, бір-біріміз жайлы біліп, үйіме дейін келіп, алып. Негізі мен айтпай келген негізі деген. Эфирді көрді, ондай бір қарсылықтар жоқ. Айдана жайлы ойлары қандай? Айдана жайлы ойлары жақсы, уже дайындалып жатыр. Дайындалып жатыр? Я жалпы баласы ханым айтып жатырмын ғой, өте батыл деп ше. Бұл жігіт енді менен жасы кіші ғой, бірақ дегенмен де айтады да, бұл жас мәселесі мен үшін ешқандай мәселе емес. Сен сондай еркек кішкентай қызға ұқсайсың деп комплимент айтып жатыр енді. Және де бір өте тым асығатын сияқты ма деп те ойлап қалдым. Өйткені бір кездескен адамға бірден ертең екеуміз үйленсек, тамақты өзім жасаймын деген сияқты, сен ешқандай уайымдама, менімен бірге болсаң болды, сенің өміріңе мен келдім, барлығы жақсы болады деген сияқты әңгімелерді айтып, білмеймін, мүмкін тым асығып кетті ма дегенде ойлар болып қалды. Енді асыққанда қалай, бәрін шешетін Айдана ханым ғой, бірақ енді бір 6 ай, 9 айдың ішінде ғой, бір-біріміз танып білу үшін ол деген, енді ұзаққа созып та керек емес деп ойлаймын. Енді тамақ жағына келсек, мен бұрын деген кухняда жасағам, сол себепті кез келген тамақты білемін мен деген. Дәмін келтіру, оны дейтін. Шебер болдыңыз ба? Ол жағынан қиналмаса болады. Енді ұйықтай берсе болады деген, өзім дайындап қоямын бәрін дейтін. Ұйықтай берсең болады дейді, жағдайыңды жасаймын, керек болса тамақты да дайындап беремін деп жатыр. Жанерке? Өркен, енді қош келдіңіз. Айдана бүгін өте бір әдемі болып, сондай болып отырсың. Мен ойлаймын, саған нағыз осындай бір сыпайы, әрі батыл, сондай жігіт керек сияқты. Енді өзің де кеше көріп қалдың ғой Аянның іс-әрекетін. Бұл да бір саған бір звоночек болды деп ойлаймын. Негізі Аянды мысты жігіт деген сайын бір анда қатты болады ғой, ашушаң екенін, сондай бір не екенін көрсетіп қалды да. Мен ойлаймын, бұл нәрсе негізі дұрыс емес деп. Себебі Аян енді бүкіл нәрсені осы эфир үшін әдейі істеп отқан сияқты болып көрінеді. Және де енді сондай бір тек эфирда ғана сондай іс-әрекеттер істейтін жігіт саған жалпы не үшін керек деген сияқты да. Сол үшін осы баланың келгені де бір шетінен дұрыс болды деп ойлаймын.